Сонымен бізде нәзігатымыз Ақжан мен Айша. Енді сәлем сөздің анасы дедіге топтардың амандасуы, яғни таныстыру керек. Біздің топта оңғай физика таңдайтын оқушылар болғанда, біз физика пәні бойынша мамандықтар туралы айтып кетсек. Яғни мысалы Астана қаласында Евразийский национальный университетте, яғни архитектура и дизайн деген мамандық бар. Онда физика пәні бойынша тапсыруға болады. Яғни онда бірінші творческий тапсырып, содан кейін оның ішіндегі өзара талаптарын орындасаң, сол мамандыққа түсуге болады. Келесі ерасы. Қазіргі заманда ең қажетті мамандықтардың бірі ол информационный технологияға байланысты мамандықтар. Олардың ішінде әртүрлі, яғни 3D анимация жасайтын, және программисттар, және де әртүрлі компьютердағы базаларға арналған әртүрлі защитный программалар болады. Солармен байланысты әртүрлі мамандық иелері қажет. Сол үшін Қазақстан бойынша ең керекті мамандықтардың бірі ол информационный технологияға байланысты мамандықтар. Жалпы физика пәні ол тамаша пән болып келеді. Біздің қоршаған ортадағы физика, және мен қазір тұрмын, ол да физикаға байланысты тартылыс күші сол. Жалпы физикаға өте көп гранттар бөлінеді, және бірнеше университеттерді айтып кетсек, ол Евразийский национальный университет, содан кейін МГУ, Московский государственный университет, ода Астанада филиалы бар, және де ол жерде информатика және прикладная математика деген факультет бар, сол факультетке түсуге болады. Және де СДУ Сулейман Демирел университетінде информационный технологии, сонан кейін физик ядерщик мамандықтарына түсуге болады. Физик ядерщик мамандықтарына түсін ол жалпы жақсы болып келеді, себебі болашақта осы мамандық орысша айтқанда востребован болады. Жақсы. Қазіргі заманда негізі ең керекті мамандық ол радиотехника және электроника болып табылады. Себебі қазір өте көп ақпараттық құралдар, әртүрлі гаджеттар шығып жатыр. Соларды зерттеу үшін, оларды ары қарай дамытып, жаңа құралдар шығару үшін осы радиотехника және электроника мен телекоммуникациялар мамандығы өте көп қолданылады. Мадина айта ғой, қадағалап жетер. Осы радиотехника және телекоммуникация мамандандырылу бойынша айтатын болсақ, ол сымсыз технология және де талшықты оптикалық желілі байланыс болып екіге бөлінеді. Олардың кәсіби қызмет ету ортасы болып, қашықтықта ақпарат алмасуды жүзеге асыратын асу шарттарына байланысты адамзат қызметінің технологиялары, әдістері және амалдары болып тұрады. Жақсы, келесі. Біздің ойымызша сол ең керекті нәрсе болады ол телекоммуникация. Ол себебі қарапайым өмірде де емес, соғыста да біздің жауынгерлерімізге тек құпия жасырын хабарларды жеткізу үшін керек телекоммуникация. Және де қарапайым өмірде ол өте керек болады деп ойлаймыз біз. Жақсы. Келесі тоғжан топ. Бұл топ география таңдайтындардың тобы. Бұл география таңдаумен біз экономика факультетіне түсіламыз. Әртүрлі бағыттарына және географияға тікелей байланысты картография, геодезия, геология салаларына бара аламыз. Біз осы экономика саласы арқылы еліміздің экономикасын көркейтуге тырысамыз. Біз туризм мамандығын алып отырмыз. Қазіргі заман жетекші мамандығының қатарына кіретін туризм мамандығы еліміз үшін ерекше бір орын алады. Сонымен соңғы жылдарда жұмыс пен демалысты бірге алып жүретін азаматтардың көпшілігі туризм мамандығын таңдап отыр. Туризм ол тек қана жұмыс емес, ол демалысты бірге қатар алып отырады. Жақсы, келесі Биологтар тобымыз барлығымыз биология таңдап отырмыз. Болашақта яғни дәрігер мамандығын аламыз деген ойдамыз, және де қоғамға өзіміздің бір пайдамыз тиеді деген ойдамыз. Осы барлығы Қазақстан Республикасы бойынша сауалнама алынған болатын, интернеттен оқып шықтым. Сол сауалнама бойынша ең көп осы таңдалған мамандық дәрігерлік болып табылады. Егер де ең бірінші орында дәрігер және де екінші орында юрист мамандықтары тұр. Және де біз әрқайсымыз өзіміздің бағытымызды ойластырып қойдық. Жалпы медицина деп отырмыз, және де әсел стоматология саласы бойынша, Назым педиатрия, мен жалпы медицина әлі таңдаған жоқпын, болашақта көреміз, сол сияқты алда өзіміздің пайдамыз тиеді деген ойдамыз. Жақсы. Келесі
сыныптар үш химия пәнін таңдап отырмыз. Біздің таңдаған мамандығымыз әзірге фармация пәні қазіргі таңда өте пайдалы деуге болады, және де жоғары төлейтін, жоғары жалақылы қызметтердің бірі, және де қазіргі таңда фармацевтикасыз және химиясыз мүлдем өмір сүру қиын деп ойлаймын. Себебі қазіргі таңда физика мен химиясыз бұл әлемде елестету мүлдем мүмкін емес. Ондай болса, біз өмірде екі нәрседен қателесуге болмайды. Біріншісі мамандық таңдау, екіншісі жар таңдау дейді. Былай қарасам, бағыттардың сөздеріне қарасам, бағыттардың өздеріне керекті мамандықты таңдауға сөйлемдерін мынаға келіп көріп тұр. Жақсы, саралай. Келесі екінші кезең. Физика біздің айналамызда. Бірінші топ, екінші топ деп айтып отырамын. Егер де жауабы дұрыс болған жағдайда, әжғазылар малын есептеп отырасыңдар, е? Бірінші топ қандай? Ол кез келген адамда болады. Біреуде аз, біреуде көп. Ол шама векторлық емес, скаляр шама. Ол кімде үлкен болса, ол адам диетаға отырады. Масса. Жауабын көрейік, дұрыс екен масса. Так, екінші топ, қуаттың тобы. Ол өзен секілдаған, тек бір бағытта. Оны кері бұруға болады, тек ертегіде ғана. Оны сағатпен өлшейді. Уақыт, не? Үшінші жан саяның тобы. Ол барлық дені сау адамда бар. Балалар мен әйел адамдарға қарағанда, ер адамда көп. Ол ауру адамдарда әлсіз болады. Ол зат емес, және сақталмайды. Күш дейді. Көрейік. Дұрыс, е? Келесі назымның тобы. Ол үшін энергияның сақталу заңы бұзылады. Онсыз біз аяқпен жүреде, қасықты қолымызға ұстай да алмаймыз. Не? Ол аз болғандықтан тірі балықты қолымызға ұстай аламыз. Жауап? Не? Ажар. Жауап жоқ, е? Басқа топта бар ма жоқ? Бүкіл әлем тартылсаны? Бүкіл әлем тартылсаны дейді, Ерасыл. Қысым? Кім көрейік жауабын? Көріс екен, е? Жақсы, келесі қайта бірінші топтан бастайық. Көзі қырағы жанған жарықты алыстан көреді. Жүрегінің қуаты 2,2 ватт. Ғұмырында 40 тонна тамақ жейді. Жердегі ең ақылды кім дейді? Дельфин. Дельфин. Адам екінші қуат. Адам организмден бар заттың үш күйінің біреуі, жерде онсыз өмір жоқ. Су. Жақсы, келесіға кеттік. Бәрін білгім келеді. Келесі Тоғжанның тобы. Таңдаймыз ұяшықтардың біреуін. Егер де 40-ты таңдасам, бірден 40 балл қосылады. 10-ты таңдасам, 10 балл. Бұлай ретвендердің Тоғжан қайсы? Табиғат? 20 дейді. Қайсы ауыр, ыстықнан ба, әлде суғаннан ба дейді. Үндемейміз. Жауап суғаннан. Дұрыс, е? 20 ұпай жазып қоямыз дәді қазылады. Келесі Ажардың тобы. Қайсы таңдаймыз? Табиғат 30. Табиғат 30. Температура төмендейіп, ауадағы су тамшылары конденсацияланғанда пайда болатын құбылыс. Қар, мұз, шық қайсысы? Ажар? Назым? Жауап? Көрейік, қай жауап? Келесі қуаттың тобына келді. Оқушы цөкесінің келмеуі неге жалпақ дейді?
ауырлық күшін аз түсіреді, қысымды аз түсіреді, инерцияны аз түсіреді. Қайсысы сыздар? Жауап бар ма? ауырлық күшін аз түсіреді. Ал, таңдайық. Қате. Так, келесі Ерасыл тауып таңдай қой. Техника 40. Ал, 40. Оттағы шайнек неге ызылдап әндетеді? А жауап. Ауа көпіршіктерінің су жылығанда ұлғаятын ең жоғарғы бетінен көтеріле бастаған қозғалысынан ызыл туады. Б жауап. Ауа көпіршіктерінің су жылығанда ұлғайып, түбінен қопарылып жоғары көтеріле бастаған қозғалысынан ызыл туады. В жауап. Температура жоғарылаған сайын ызыл туады дейді. Б жауап. Б, е? Так, келесі. Қуат таңдай қой. Табиғат 40. Үйкеліс кезіндегі механикалық жұмыстың жылуға айналу процесі қайтымды ма, әлде қайтымсыз ба дейді. А қайтымды, Б екеуі де болады, В қайтымсыз. Саят қайсы ойлағанбыз? Так, басқа топта бар ма жауап? Так, қайтымды. Жауап қайтымды дейді. Так, келесі Тоғжан таңдай қой. Техника 20. Ең алғаш жылдың шамы 1878 жылы Санкт-Петербургте кім ойлап тапты? А. Ампер, Б. Вольтмин, В. Кулон. А. Кулон. Қайсысы? Бар ма жоқ? Б жауап. Б, е? Так, келесі. Қайсы? Судың терең жерінде табанға тас қатты бата ма, әлде таяз жерінде ме дейді? А жауап терең жерінде, Б жауап екеуінде бірдей, В жауап таяз жерінде. Таяз жерінде. Жауап таяз жерінде. Жақсы. Қол соғылсын кішкене. Келесі расыл. Құбылыс 20. Так, мынандай бейнеролик берілген, біз соны қайтеміз? Қараймыз. Так, болды. Мен өшіремін. Мында қандай құбылыс бейнеленген? Қандай су беріп тұр бізде? Екеуі біреуінде баяу, біреуінде тез араласып кетті. Қандай айырмашылық бар? Екеуінде марганцовка салдан қояды. Иә. Біреуі қандай? Біреуінде жылы су, біреуінде суық су болды. Сол жылы суда тезірек диффузия болды. Жақсы. Қуат таңдай қой. Құбылыс? 40 жығылсаң теден жығыл. Тағы да бейнебаян берілген. Тақтаға қарай.
болды. Қандай заң? Неге? Физикадан себебін сұрау керек. Асқазан қандай еді? Ол тек қана сұйық пен газдарда ғана болады, е? Жан жаққа бірдей бағытта толық қайтеді таралады. Сонымен жауап? Дұрыс, қырылмай. Келесі тоғжан таңдап бер. Табиғат 10. Табиғат 10. Айналадағы жайқалған гүлдер, гүлден гүлге қонған көбелек дейді. Гүлдердің иісі аңқып тұр дейді. Бұл қандай құбылыс? Диффузия дейді. Дұрыс, диффузия болады, иә? Келесі назым. Құбылыс 10. Балықтың қолда жылтылдап тұрмайтын себебін неге дейді? Балық қолға жылтылдап тоқтамайды дейді. А жауап, сыртқы шырыш қабаты екі өсті көбейтеді, сондықтан ұстап тұру қиын. Бұл жауап, сыртқы шырыш қабаты екі өсті тереңдетеді, сондықтан ұстап тұру қиын. Бұл жауап, сыртқы шырыш қабаты екі өсті азайтады, сондықтан ұстап тұру қиын. А жауабы дейді. Ал ерасыл ең соңғысы. Техника 10. Кірпіштің салмағы 2 килограмм. Және тағы жарты кірпіш. Кірпіш салмағы қанша? Жарты 50%. Кірпіштің салмағы 2 килограмм. Және тағы жарты кірпіштің салмағы қанша килограмм? Қай жауап? 3? Да, 3. В ма? Жартысы 50% енді 1 килограмм. Так, сонда жауап қайсысы? 3. Ал көрейік. Келесі бізде ойлан тап. Ойлан тап кезеңінен сендерге бір сұрақтан беріледі. Так, бірінші топ бастаймыз. Так, бірінші топ. Қай саланы таңдаймыз? Космос, ғалымдар, физика, табиғатта, жылу өлшем. Өлшем бірліктері, физика жұмбақтары. Өлшем бірліктер арасында неше ең соңғысы 500 ба? 500 ба? Ал кеттік, жақсы. Олар векторлық және скалярлықта бола алады дейді. Ол қандай шама болуы мүмкін? Олар векторлықта және скалярлықта бола алады. Векторлық шама дегеніміз қандай еді? Бағыты бар. Бағыты